Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын холодец, яғни дірілдек дайындайтын боламыз. Ең алдымен құйқамызды, яғни сиырдың жіліктерін қайнатып аламыз. Сорпамыз дайын болды. Мен 6 сағат қайнаттым, етті 4 сағат қайнаттым. Осылай қайнатып алған соң етін сүзіп аламыз. Сорпаны да бір рет сүзіп алсаңыздар болады. Үстінен ұсақтап ақ желкен қосамыз, яғни петрушка, 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз. Және де сәбізді өте ұсақ қып турап қостым. Сіздер мясорубкадан өткізіп пайдалансаңыздар болады. Байқағандарыңыздай, құйқалары өте жұмсақ болып пісіп, осылай сылынып кетті. Сүйектерін абайлаңыздар. Мен қазір құйқаны мясорубкадан өткізетін боламын. Арасына сүйегі кетіп қалмасын. Әйтпесе мясорубкаларыңыз тұрып сынып қалуы мүмкін. Ұсақ сүйектерін абайлап шығарып тастаңыздар. Мясорубкадан өткізген құйқаны сорпаға араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы құйқа өткізген мясорубкадан мен 6 сарымсақты бірге өткіздім. Сол себептен осылай қоңырланып тұр. Оны да сорпамызға қосамыз. Дірілдекке қосатын заттарымызды дайындап аламыз. Мен бөдененің жұмыртқасын пісіріп алдым. Бөлек бір шөміш сорпаны бөлек ыдысқа құйып, үстінен осылай етті салдым. Жақсылап араластырып, қазір оны кішірек формочкаларға құятын боламыз. Формочкалардың ең астына осылай бөдененің жұмыртқаларын салдым. Жетпегеніне осындай маринадталған корнишондардан салып шықтым. Осылай үстінен холодесімізді құйып шығамыз. Құйып алған дірілдектерімізді тоңазытқышқа түзу жерге қоямыз. Қалған сорпаға мен осындай кепкен аскөк қостым. Бәрін жақсылап араластырып, бір шөмішін бөлек ыдысқа құйдым. Үстінен кішкене консервідегі жүгері еттен салдым. Қалған етті қалған сорпаға қосамыз. Жақсылап араластырып, осындай тағы да 4-1 формочкаға, яғни тік 4-1 формочкаға құйдым. Оны да тоңазытқышқа салып қоятын болам. Қалған сорпаны осындай ыдыстарға құйып шықтым. Холодецтеріміз өте дәмді болып шықты. Жұмыртқа, корнишон қосылған холодец өте қатты ұнады жолдасыма. Дайындап көруге кеңес берем.